Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бауырдан салат жасап көрсетемін. Ол өте дәмді болып шығады. Ер адамдар сүйіп жейтін болады. Ең алдымен біз бауырды суда қайнатып пісіріп аламыз. Бауырды 10 минуттан артық пісірмейміз. Әйтпесем қатты болып кетеді. Сосын бауырды алып, сыртындағы қабыршақтарын алып тастаймыз. Оны қабыршағын піспей тұрған кезде де алуға болады, ал мен піскен кезінде алдым. Барлығын жақсылап турап аламыз. Сосын оның үстіне пиязды қатты қалың емес, жұқа емес етіп орташап тураймыз. Сосын салаттың соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге кориандр, паприка, қызыл бұрыш, тұз қажет болады. Сосын барлығын қызып тұрған майға салып кішкене ғана қызартамыз. Майымыз күйіп кетпеу қажет. Сосын салаттың үстіне жаңа соусымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болады. Міне достар, біздің салатымыз дайын. Енді оны тәрелкеге салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Шын мәнісінде өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар. Арнама тіркеліп, достарыңызға жіберіп бөлісіп қойыңыздар.